Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өріктен компот жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біз өріктерімізді жұмсақ және қатты түрлерімен екеуін екі бөліп аламыз. Жұмсақ түрінен біз джем жасайтын боламын. Онда видеоны салатын боламын. Енді өріктерді жақсылап тұрып жуып аламыз. Өрік өте капризный, міндетті түрде жақсылап тұрып жуыңыздар. Крышкамызды алдын ала дайындаймыз, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Мен крышкаларды ешқашанда қайнатпаймын. Енді банкілерімізді де стерилизациядан өткіземіз. Болмаса мен сияқты жақсылап тұрып содамен жуып алыңыздар да, оны банкіні күннің астына 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Одан кейін осылайша банкілеріміз жартылай қылып толтырып аламыз өріктерге. Міне видеода көрсетілгендей толтырып алыңыздар да, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құятын боламын. Ыстық суды құйып, бетін крышкамен жауып қоямын да 10-15 минутқа қойып қоямын. 10-15 минуттан кейін осы банкілерді қайтадан ыдысқа құямыз. Ыдысқа құйып, осы ыдысқа примерно менде 3 банкінің суы сыйды. Солардың барлығын бірге құйып, үстіне құмшекерін салып, отқа қойып, қайтадан қайнатып алып, банкіміздің үстіне құятын боламыз. Оның үстін крышкамен жауып, закрывашкамен жауып алатын боламыз. Закрывашкамен де бұрынғы енемнен келе жатқан закрывашкам. Өте жақсы жабады. Міне, компоттарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жыл сайын осы рецептпен жасаймын. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.